Қайырлы таң көрермен, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарының бірінде балаларды қорғау мерекесіне орай ерекше жандарға арналған шоу өтіп жатыр. Балалар күнін өткізу жөніндегі шешім 1949 жылдың қараша айында Парижде қабылданып, 1950 жылы алғаш рет тойланды. Халықаралық балаларды қорғау мейрамында еліміздің барлық өңірлерінде концерттер ұйымдастырылып, балақайларға арнайы сый дайындалады. Негізгі мақсатымыз біздің осы балаларға біздің ата-бабаларымыздың көрінісін көрсетейік деп, қылыш айналдыру өнерін көрсетейік деп, негізгі осы балалардың ризашылығын көруге өзімізге қалай айтса болады, қатты ұнайды. Ұйымдастырылған іс-шара балаларға ұнағаны анық. Али деген балақай әсерін бөлісті. Ерекше балаларға арналған осындай керемет стационарда фуршет жасап жатыр, батырларды орда тобын шақырды, аниматорларды шақырды, осындай күшті мереке жасап жатыр. Қазір балаларға көңілді болсын деп, мереке болсын деп, әр Қазақстанның баласы қандай болса да, ерекше болса да, қарапайым бала болса да, қуанышты күлкімен осындай керемет мерекемізді қарсы алсын деген мақсатпен жасалған іс-шара. Балалардың қолөнер сабағында жасаған түрлі бұйымдары, ойыншықтары бар. Сондай-ақ жиын соңында мерекелік дастархан жайылды. Саған мейрам ұнап жатыр ма іс-шара? Ұнап жатыр. Батылар келді, концерт қойды, сказка болды. Балалар, ата-аналар, апайлар, бүгінгі біздің балалар күні мереке құтты болсын.